Қасқырдың кегі. Күн бесінге таяған шақ. Аспан айналып жерге түскенде ыстық, үп еткен жел жоқ. Үлкен төбенің астындағы апанда екі сұлба қараяды. Бірі арлан, екіншісі ана қасқыр. Жаңа туған бөлтіріктер енесінің бауырында жатыр. Бұл маңайды екі қасқыр мекендейді. Түз тағысының тектілігі шығар. Арлан ауылдың малына тиіспейді. Қорқаулық, қомағайлық танытпайды. Қоректік азықты алыстан әкеледі. Ауыл тұрғындары да апанның маңына жуымайды. Ескі таныстай екі қасқырға көздері үйренген. Биыл қыстақтың малы күйлі шықты. Жылдағыдай емес, шығыны аз. Сәлімге табысты жыл болды. Қора қопсы төрттілікке толды. Малы ие бермегесін ұсақ түйегін базарға апарып сатты. Қой ешкісінің азын-аулағын ірі қараға ауыстырды. Құралған қаражатқа жаңа көлікті тізгіндеді. Үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жиһаздарын жаңалады. Мұның бәрі адал еңбектің арқасы. Мал қайырып жүрген Сәлімнің көңіл күйі көтеріңкі. Көптен бері әу демеп еді. Бір мезет ән салды. Бірінен соң бірі көмейінен лықсып төгіледі. Ән айту бала кезден әдеті. Өзінің әжептәуір дауысы бар. Әтіс боламын деп еді. Әкесі мен шешесі қарсы болды. Оқуды тауысқан талай адамды көрдік. Шекесінің шылқыған шамалы. Тұрмысы бізден асқан ешкім жоқ. Бір айлықпен қалай өмір сүресің? Шайлығыңа да жетпейді ғой. Ата кәсіптің тұтқасын ұста. Мал бақ, еңбек ет деді. Сәлім әке-шешесін тыңдады. Мектеп бітірген соң оқуға барған жоқ. Жеке шаруалығын құрды. Төрттіліктің басын көбейтті. Қазір 200-ден астам жылқы, түйе, сиыры бар. Қой ешкісі 2 отарға жуықтады. Келе жатып төбе басында қарауытқан сұлбаны көрді. Шоқиып отырысы итке ұқсайды. Айтақ-айтақ деп айқайлап еді. Жануар ештеңеден ыққан жоқ. Қапелімде аузына сөз түспей қалды. Бойын үрей билеп өтті. Зер сала тағы қарады. Қасқыр екен. Сәлім айтаққа басты. Арлан ащы дауысқа ызалана қарады. Сенде жұмысым жоқ дегендей орнынан түрегелді. Ал Сәлімді түлен түртті. Аяқ астынан бойында батылдық пайда болды. Астындағы атын қамшылап шауып барады. Қасқыр алдында баяу жортып барады. Қызынып алған жігіт қамшымен қасқырды салып қалды. Арлан кілт тоқтады. Сәлім тағы да ұмтыла берді. Бұл жолғысы түз тағысы қолындағы қамшысын арс етіп қапты. Күштілігі сондай белінен шорт сындырды. Есікпен төрдей ірі қасқыр еркелігін қайтсын. Жігіт Арланның ашуынан ықты. Енді тиіссе аямайтынын білді. Менімен ойнама, шамаңа қара деген доқтырған түз тағысы алыстай берді. Кешкі тамақ үстінде баласы әкесіне қасқырды айтты. Сәлімге әкесі қатты ренжіді. 40-қа келсең де ақылың жоқ. Айдаладағы Арланда нең бар? Артынан қуып қамшы сілтегенің не? Жазым қылса қайтесің, деді Саят. Жазым деген сөз баласының шымбайына батты. Кеудесін намыс кернеді. Сонда қасқырдан қорқуым керек пе? Бай балам салатын ретің жоқ. Түз тағысы өздігінен тиіспейді. Оның жақын арада апаны бар, малға шаппайды. Азығын алыстан тасиды. Маңайдағы ел жұртқа залалы жоқ. Енді көрсең тиіспе. Мұнан кейін Сәлім Арланды бірнеше рет көрді. Әкесінің ескертуінен соң жолаған жоқ. Аптап ыстықтан шөл қысып дорбасына қол салды. Салқын айраннан рахаттана сімірді. Құрғаған таңдай жібіп терең тыныс алды. Апшысын қуырған ыстықтан мал иіріліп бұта түбінде жусап жатыр. Сәлім жыңғылдың көлеңкесіне аяқ суытты. Көз жетер тұстан тағы да қасқырды байқады. Өткендегі Арлан батысты бетке алып кетіп барады. Жүрісі ширақ. Қайда барады екен? Түз тағысының соңынан айран асыр болып қала берді. Бірде
Сәлімнің құрдасы Төкен баласын сүндетке отырғызды. Ел-жұртты жиып той жасады. Жолдастарымен басы қосылып, ішімдіктен біраз сілтепті. Үйіне қалай келгені есінде емес. Таңертең әйелінің айғайынан оянды. Басы зілмауыр тартып, ауырып жатыр. Орнынан әрең тұрды. Өзінен басқа малға қарайтын адам жоқ. Ата-анасы ауылда. Бұлар қожалықтың жұмысымен ауылдан біраз шақырым жерде тұрады. Қолғанат болатын балалары жас, әйелі үй жұмысынан артылмайды. Амал жоқ, мастығы тарамастан таңғы асын ішті. Аяғы енді шыққан баладай атына әрең отырды. Түскі асқа дейін Сәлім ұйқылы-ояу жүрді. Түскі асты ішіп жайланған соң сергігендей болған, бірақ арақ уыты бойында. Өзін өзі басқара алмайды. Кенет қырдағы шоқыға көзі түсті. Өткендегі арлан шоқиып отыр. Сәлім атына қамшы басып айтақтады. Иттер үргенімен қасқырдың мысынан қорықты. Қыңсылап жанына жуымады. Сәлімнің бойын ашу буды. Артынша әке сөзі есіне түсіп кілт тоқтады. Сойыл сілтесе қасқырдың аямайтынын білді. Күндер өтіп жатты. Сәлім мал жайылымындағы жұмыстан ауыспайды. Таң атқаннан кеш қарайғанша өрісте жүреді. Соңғы кезде әкесіне 2 адам алайық деп ұсыныс тастады. Бір кісіге қарау қиын. Жылқы, түйелері қиындық тудырмағанымен ұсақ мал шаршатады. Кешке дейін діңкесі құриды. Аяқ басуға жарамай қалады. Бірде мал бағып жүріп Сәлім апанды көрді. Қызықтап жанына келді. Қасқырдың бауырын көтерген 3 бөлтірігі жүр. Енесі көрінбейді. Сол екен, бөлтіріктерге бүркіттей шүйлікті, бірін тірі қалдырмады. Бұлар көбейсе малдың жауы, деді үлкені тындырғандай. Жазықсыз бөлтіріктер адам қолынан өлді. 3 күннен соң қожалықтағы малға қасқыр шапты. Бір қызығы, тамақтан қорғанымен етін жемепті. Баласының ағаттығына әкесі қатты күйінді. Сонша малды қалай қарауылдасын? Арлан ашуға шындап мінді. Апта ішінде мал басының саны азайды. Түскен тістей сиреді. 3 бөлтіріктің құнын даулағандай түз тағысы мұнымен тоқтамады. Адамда кеткен ақысын жібермеді. Сәлімнің үйіне шабуылдады. Арлан тысқа шыққан үй иесіне тұра атылды. Есік алдында сарт-сұрт шайқас басталды. Өмір мен өлім текес-тіреске түсті. Көмекке келетін адам жоқ еді. Сәлім ауыр жарақат алды. Ызалы тағы қабырғасымен санын аямай қапты. Үй иесінен қан саулап ағып жатыр. Сірескен қолдар Арланның алқымында қатып қалыпты. Көршісі Иса болмағанда демі үзіліп кете ме, кім біледі. Есік алдындағы апыр-топырды көріп жүгіріпті. Келе сала көрші қора сыртындағы айырды алып қасқырға сілтей берді. Жауығып алған Арлан қайтпады. Ызалы жанардан от шашады. Артынша ойбайын салып әйелі шықты. Шырылдаған балашаға шулады. Адамдардың тобырын көріп қасқыр бүлкекке салып ұзай берді. Сәлім төсек тартып біраз жатты. Жарасы жазылғанша малға шықпады. Алайда үй иесінің іші удай ашыды. Ісіне қатты өкінді. Бөлтіріктерге тимегенде мұндай жағдайға түспейтін. Мұнан кейін Арлан жоғалып кетті. Адамның озбырлығынан жайлы мекен іздеді ме, қайда кеткені белгісіз. Ұлып қасқыр атам деп ұлып қалдым. Ұлып қалдым ғой, ұлып қалдым. Қаңырап қалды қара шүй деп күрсінді аңшағамыз. Біз бағана аңшының ауылын бетке алып, аршалы сайды өрлегенде ақ боран да ұлып тұрған еді. Сәл үнсіздіктен кейін ауыр күрсініп алған аңшымыз әңгімені арыдан бастады. Бала кезімде тұзақ пен тышқан ауладым. Кейін өзімде өмірдің тұзағына түсерімді аңдамаппын. Аңшылыққа деген алғашқы қадам солай басталды. Жалаң аяқ жар жағалап бұлақ кешкен балалық шақ білінбей өте шықты.
Ер жете келе ер азығы мен бөрі азығы жолда деп жортуылдап жон кездік, айлап Алтайды араладық. Аңмен аңдысып кеш батса таң күтіп тағылықты тағдырға серік қылдық. Менмін деген әккі мергендерге еріп, елсіз түзде ерулеп тауда қонып талай түндерді өткіздік. Жазылмаған дала заңын жаттап өстік. Жаңылдырды, жоқ жаңылдым ғой деп тағы бір күрсініп алды. Кие мен ие туралы иен дүзде көп айтылатын. Аңшылардың әуелгі сөзі ысқырып атқан киіктің обалы жоқ деп басталатын. Мүмкіндікті мүлт жібермейтін мергендердің серт еді бұл. Жауым да болса жақсы, дұшпанымның деңгейі биік болсын дейтін қазақтың аң аулауда да әділдікке жол бергені бұл. Айғайдан кейін ғана адырнаны аңырата тартатын аңшының серті біріміз ұтыламыз, біріміз құтыламыз дегені. Мен ақыры ұтылдым. Ақыр соңы ашкөздігім аңшылықтың сертін бұзды. Өткен бір жылдарда бөрі сырғақ амалы болатын. Орта жонды орақта келіп, қарауыл тастың қалтқысына тізе бүктім. Алтайдың ақ түтек бораны ұлып тұрған еді. Бағзы замандағы бөрілігім ұстап, тамырымдағы тағылығым оянды ма, мен де ұлый бастадым. Ау, 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 ішкі дерті асқынды ма? Аңшымыз осы сәтте ұлып алды. Ау, ау, міне осылай деді. Құртқаның құрты қозып, арланның араны ашылған шақ қой бұл. Жан-жақтан ұлый бастады. Шындығы ұлый бастадық. Бөрі сырғақ биік атанған бұл биік түз тағылары жолығатын 9 жолдың торап еді. Бір шоғыры баян жүректен, бір шоғыры ақшоқыдан, бір тобы құлнембестен құйылып, 9 қасқыр бөрі сырғақ биігіне көтерілді. Аңқаулықтан ада болса да адалдықты ту еткен түз тағылары махаббат маусымында мамық қардың бетінде мауқын басуға оралған еді. Алайда ақ түтек боран астында ажал күтіп тұрғанын аңдамады. Ойламаған жерден оңай олжаның оралғанын көргенде менің де бөрілігім басылып, кісілігім қылт ете қалды. Қарауыл тастың қалқасында қатыгездікпен қастандыққа кірістім. Табиғат ананың түз тағыларына арнап мамық қардан жайған махаббат көрпесін қызылғанға боядым. Пешенеме жазылған пенделігімнің пейілі тоқтыққа масайды. Содан кейінгі жылдарда да көп ұлыдым, көк бөрілерді көп аттым. Тағы ұлыдым, тағы аттым. Таусылмады, мен таусылдым. 9 ұлым топалаң тигендей қырылды. Қабірлі сайдың бауырында 9 төбешікке айналды. Бір жолы құртқасын тағы да ұлып атып, апандағы 3 бірдей бөлтірігін көз ашылмаған көр соқыр күйінде көрінгенге сатып едім. 3 перзентім көзсіз туып, көр соқыр күйінде көр бесігіне бөленді. Тағдырдың қасіретінен қабырғасы қайысқан жұбайым жарым жанға айналды. Әуелде әуп-әуп деп ит болып үрей бастады. Менің иттігімнің кесірі шығар, кейіннен тілі тартылды. Жалпақ әлемге жанарымен тіл қататын болды. Жұмыр жер оны да жұтты. Бөрінің тәңірісі болса, иттің иесі бар дейді. Тәңірі тілегін орындады, ал менің иемде жоқ, ұлып қалдым. Әңгіме аяқталған тұста аңшының жүзінен қасірет табын көрдім. Бір бөлмелі ағаш үйдің ортасында оты сөнген қара пеш қаңсып қалған. Төбені тесіп шығып, тұмсығын көкке білеген пеш мұржасы да гуілдеп ұлып тұрды.